уақыт. Не қыла берейін? Көрсете берейін, сабағымызды бастай берейік. Бұл сайттармен таныссыздар ма жалпы? Жұмыс жасап көрдіңіздер ма? Естігендеріңіз бар ма? Қазіргі таңда ашық сабақтарды интерактивті қылып өткізсеңіздер, ерекше шығады, иә? Бізде қазір дайын барлығы. Сол сайттармен таныс болсақ, неше түрлі интерактивті жаттығуларды пайдалану арқылы сабағымызды түрлендіріп өтсек болады. Қазір Перизат апайымыз қосылып жатыр. Бірінші сіздерге таныстыратын сайт, ол Classdoors.net деп аталады. Мен сіздерге несін жіберемін. Міне, Classdoors.net деген сайт. Сіздерге мен несін, сілтемесін чатқа саламын кейін. Бұл сайтта біз осы сайтты ашсаңыздар, мынандай дайын жаттығулар жиынтығы шығады. Міне, Classdoors.net деген сайт. Бұл сайтта қазірна бірінші рандом дегенмен таныстырамын. Выбор случайного имени. Тағы да Venn диаграммамен қалай жұмыс жасау керек екенін көрсетемін. Одан кейін бағана сіздерге жібердім. Кері байланыс смайликтер мен дыбыс шығаратын смайликтер сабақта бағалауға болады. Және онлайн топқа, жұпқа бөлудің жолдарымен таныстырамын. Жалпы осы сайтты ашып, тағы да мына жаттығулардың қызметімен асықпай қарап шығып таныссаңыздар болады. Қазіргі мен бірінші көрсететін нем выбор случайного имени деген өте жақсы. Сіз өзіңіздің оқушыларыңыздың аты жөнін жазып қоясыз. Сонымен топ басшысын сайласаңыз болады. Болмаса, сіз жаңағы сабақ сұрайтын кезде барлық сыныбыңыздағы оқушылардың аты жөнін жазып қойып, мына колесоны айналдырасыз. Сол кезде бір оқушы келіп тоқтайды, сол оқушы сабақ айтады. Яғни сіз түрлі мақсатта қолдана бересіз. Ол үшін редактировать дегенді басамыз. Мына жерде жаңағы бізге үлгі ретінде оқушылардың аттары берілген. Біз өзіміздің оқушыларымыздың атын жазамыз. Осы жерге сыныбыңыздың оқушыларын жазып шығасыздар. Мен қазір примерно сіздердің аттарыңызды жазамын. Примерно осылай жаздым. Мына жерден шторы деп тұр ғой, штордың цветін таңдасаңыздар болады. Одан кейін колесоның цветінде таңдасаңыздар болады. Так, енді міне сохранить этот список дейсіздер. Енді сіз жазасыздар ғой барлық сыныптардағы неңізді, оқушыларыңыздың атын жазасыздар. Сохранить этот список дейсіздер. Сіздерге пароль жаз дейді, бір кез келген парольді жазсаңыздар, мен былай жылды жаза салдым. Одан кейін міне біздің неміз сақталды. Аты жөніміз сақталды. Сіздерде мынандай не шығып кетуі мүмкін. Рекламаларына X-ті басып, рекламаларды өшіріп тұрыңыздар осылайынан. Міне рекламалар шығып кете береді мына жерде. Болды, енді біз бастаймыз. Міне басамыз.
Индира деп шықты, иә? Енді біз жаңаға Индира апайымыз топ басшы етіп сайлаймыз ба, жоқ сабақ сұраймыз ба, енді оны өздеріңіз білесіздер. Енді удалить имя етіп өшіріп тастаймыз. Ол оқушыдан біз сабақ сұрап болдық. Қайтадан бізде келесі сабақ айтатын Перизат апайымыз, болмаса оқушы деп алар, иә? Мен жаңа 5-ші сыныптарға сабақ берген кезде осы случайно колесоны пайдаланамын. Оқушылар қызығып отырады, бір шетінен оларға қызық, бір шетінен қорқып отырады. Барлығы дайындалып отырады. Қазір менен сұрап қалады ау деп. Ал біз жаңағы бұрынғы кезде жалпы сабақта көбіне жақсы оқитын оқушылардан сұраймыз да, ана ілгері төмен оқушылар үндемей отырып қала береді, иә? Ал осыны пайдалансаңыздар, енді күнделікті пайдаланбасаңыздар да, үлгілі сабақтарда пайдалансаңыздар өте жақсы шығады. Сол кезде оқушылардың барлығы дайын болып отырады. Міне, нені өшіріп тастап отырсаңыздар болады, атын. Міне осы случайное колесо, енді бұл сіздерге көрсетіп жатқан осы класс.net сайты ғой. Осы сайттың 2-3 жаттығуының мүмкіндігін көрсетемін. Келесі міне генератор диаграмма Вен диаграммасы біз қолмен сыздырып жататынбыз, плакатқа постер орғатып. Ал оны да оқушылардың алдына не беріп, бір ноутбук беріп, 3 топқа 3 ноутбук берсеңіз болады. Сонымен ноутбукқа Вен диаграммасын интерактивті түрде жазса болады. Міне, уменьшить до 2 деп екеуіне қысқартып тастаймыз. Одан кейін мынаның бәрін ішіне жаза беруге болады. Мысалы, мына жерде ыбырай деп мына жерге балалар жаза береді. Қостанайда деп астынан жаза береді. Әңгімелері деген сияқты. Алғаш мектеп ашты деген сияқты ыбырайға қатыстыны жаза береді. Міне. Енді екіншісіне кімді салыстырады? Ыбыраймен. Өздеріңіз білесіздер, сабақтарыңызға қатысты Абай дей салайық. Абай. Не деп? Сөздері деген сияқты. Апайлар қосыламай отыр ма? Мына жақта жазып жатыр. Осылайынан және ортасына ұқсастықтары. Ұқсастығын да бірден жазуға болады. Жазушы деген сияқты міне. Яғни Вен диаграммасын оқушылар осылайынан интерактивті түрде жазып шығады. Бұл да осы класс.net деген сайттың жаттығуының бірі. Енді келесі бізде онлайн топқа жұпқа бөлуге болады. Бізде кім апайларымыз? Зал ожидания. Кісілерді қосып алайық. Қазір енді онлайн топқа жұпқа бөлуді көрсетен осы сайтта. Осы класс.net деген сайтқа кіріп, тағы да қандай мүмкіндігі бар, асықпай көрсеңіздер болады. Мен сол қажетті дегендерін көрсетіп жатырмын. Бұл оқушыларыңызды онлайн топқа бөлудің жолы. Міне, разделить на группу онлайн дегенді басасыздар. Сөйтесіздер да, мына жерге оқушыларыңыздың аттарын жазасыздар.
Осылайынан оқушыларыңыздың барлығын атын алдын ала жазып қоясыздар. Так, тағы бір оқушы жазайын. Енді мына жерде сколько в каждой группе? Сіз 3 топқа бөлем деп жазбайсыз. Оқушыларыңызды санайсыз. Мысалы, сізде 18 оқушы болса, 18 оқушы әр топта қаншадан болу керек? 3 топқа бөлгенінде 6 оқушыдан болу керек. Мына жерге сіздер әр топта 6 оқушыдан болу керек деп жазасыз. Сол кезде сізге 3 топқа бөліп береді. Яғни сіз тобын жазбайсыз. Оқушыларыңыз санайсыз да. 3 топқа бөлгенде әр топта қанша оқушы болады, соны жазасыз. Міне. 6 мына жерде менде қазір 1, 2, 3, 4, 6 оқушы болғандықтан мен жазамын. Әр топта 3-ке бөлген кезде қанша болу керек мына жерде? 2 оқушыдан ба? 2 оқушыдан деп жазамын. Разделить на группу деймін. Міне. Бірінші топта Индира Перизат, екінші топта Ақнұр Еркебұлан, үшінші топта Айлана Ердәулет. Осылайынан бөліп береді. Бұны мен де білмеймін қалай бөлінетін. Алдын ала жаңағы кейбір кезде мұғалімдер алдын ала бөліп қояды ғой оқушыларды. Олай болмайды. Бұл жерде бұл программа өзі бірден бөліп береді. Сонымен сіздер айтасыздар. Бірінші топқа осы оқушылар отырады, екінші топқа, үшінші топқа осы оқушылар отырады деп. Осылай онлайн бөлулеріңізге болады. Келесі біздің бұл сайттың тағы да бір жақсы тұсы. Так, міне мынау аудитория дека деген. Бұл жерде оқушыларға кері байланыс бергенге жақсы. Мысалы, мынаны әр несі белгісі дыбыс шығарады. Мысалы, міне. Мынаны сіз өзіңіз бір мақсатта қолдансаңыз болады. Оқушыңыз жаңағы мен сабақта пайдаланам, оқушылар бір-бірін бағалады. Қалай жауап берді деген кезде барып өздері басады. Жақсы жауап берді. Мына дұрыс жауап берсе, жауабы дұрыс болса, жауабы дұрыс болса, дұрыстар шығарады. Яғни мынаны жаңа неге қойсаңыздар болады. Уақыт тапсырма беріп, уақытты засекать етіп қойсаңыздар болады. Яғни бұл дыбыстарды сіздер түрлі мақсатта пайдалана бересіздер. Бұл бізде Класс.нет сайты. Міне, қарап тұрсаңыздар, бұл сайтта да түрлі жаттығулар өте көп. Соны қарап, зерттеп шықсаңыздар болады. Мысалы, мына нені бассаңыздар, міне, английский, биология, вычисление дейтін химия. Көрдіңіздер ма? Әр түрлі пәндерден, міне, мыналар қазір ашылмайды, міне, физика, бизнес, искусство, география. Міне, әр пәннен де осы жаттығулар бар. Өзіңіздің пәніңізге байланысты ашып қарап, жаттығуларды осы жерден алсаңыздар болады. Енді бұл біздің бірінші сайтымыз. Келесі біздің екінші сайтымыз Learning Apps деп аталады. Бұл сайтты қазір біраз ұстаздар біледі. Бұл барлық пән бойынша дайын жаттығулардың несі? Сайты. Бұл жерде сіздер вход деп кіресіздер да, өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы бір рет тіркеліп алсаңыздар болды. Кез келген уақытта вход деп сіздерге логин деп шығып тұрады. Логин дегенді басасыздар. Мысалы, мен вход деймін, тіркеліп қойғанмын. Сіздер тіркеліп аласыздар, осылай шығып тұрады. Мені логин дегенді басасыздар да, кіріп кетесіздер. Бұған тіркелмей де пайдалануға беруге болады, бірақ тіркеліп қойғандарыңыз дұрыс. Енді
бұл сайтта міне все упражнения дегенді басасыздар. Осы кезде міне барлық пән бойынша жаттығулар шығады. Енді егер сіз мен өзім жасаймын десеңіз, новое упражнение дегенді басасыз. Новое упражнение дегенді бассаңыздар, жаттығудың қаңқалары шығады. Оны бастан бастап өзіңіз құрастырып жасап шығасыз. Бірақ бізге оны құрастырып отқаннан гөрі мына дайын жаттығуларды сәл өзгерткеніміз тиімді. Міне найти пару, классификация, хронологическая линейка, простой порядок. Міне бірнеше жаттығудың түрі бар. Енді бұл жаттығуларды жасап отқанша дайын жаттығуларды пайдаланғанымыз дұрыс. Міне қарап тұрсаңыздар, барлық пән бар. Енді другие языки дегенді басамын. Сөйтемін да мен казахский язык деген таңдаймын. Қазақ тілін таңдадым. Міне қазақ тілден дайын жаттығулар тұр. Міне. Енді ары қарай 2 дегенді басамын. Маған не керек? Өзімнің тақырыбыма байланысты іздей беремін. Міне далее дегенді бассаңыздар, мына саны кете береді. Міне 3-ті басамын. Міне фразеологизм мен мақал мәтелдер дейді. Осылайынан өзіңіздің тақырыбыңызға қажетті не өтіп жатсыз, АТН-де қандай тақырып өтіп жатсыз, өзіңіздің жаныңызға жақын тақырыпты дайын пайдалансаңыз болады, болмаса өзгертсеңіз де болады. Берілген сөйлемдерді фразеологизм не мақал мәтелге ажырат дейді. Бұл жерде бізде ұстаздарымыз шығып қалып жатыр ма, не болып жатыр өзі? Сиырдың сүті тілінде деген мен примерно былай жазып шыға беріп қойып шыға беремін сіздерге түсінікті болу үшін. Тәуекел кеме суға батпайды деп былайынан. Енді соңында осылайынан бәрі шығып болғаннан кейін птичканы басасыздар. Қате болса қызыл болып жанады, дұрыс болса жасыл болып жанады. Осылай. Енді бұл жаттығуды көшіріп алу үшін бұлардың барлығын тек қана интернет арқылы жұмыс жасайды және сілтеме арқылы жүреді. Кеше мен сабақта сіздерге айтқам, өзіме қажет деген бір не ашып алыңыздар. Топ, одан Learning Apps-тың біздің өтіп жатқан сайттардың барлығын сол жаққа сақтап ала беріңіздер. Болмаса, мына Learning Apps деп тұрған, мына жерде жұлдызша тұр ғой. Осы жұлдызшаны бассаңыздар, добавить в закладку. Болмаса, добавить в список чтения десеңіздер, мына жерде список чтения деген кезде, басқан кезде сізге қажет сайттардың барлығы осы жерде тұрады. Жоғалтпамайсыз. Сондықтан осылай сақтап қойыңыздар. Міне, осы жерде мынаны көшіріп аласыздар да, өздеріңіз жаңа оқушыларыңызға жібере бересіздер. Енді мына жерде моя вещь деген, маған осы ұнады, осы жаттығу. Сохранить в моих упражнениях деймін. Өзімнің упражнениелеріме сақтап қоямын. Міне моя вещь деген, бұл менің парақшам, өзіме ұнаған жаттығуларды осы жерге осылайынан міне жинақтап қойғанмын. Так. Міне мақалдар толықтыр. Бұл Learning Apps-ын жаттығуларын топтық жұмыс, жеке жұмыс, жұптық жұмыс ретінде де кез келген мақсатта пайдалана бересіздер. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып дәптерге көшіреміз дейді. Мына жерге жазасыздар да, одан кейін соңында мына птичканы қойған кезде не қыласыздар? Дұрыс бұрыстығын анықтайсыздар. Міне, миллион кімге бұйырады деген неге жақсы? Қорытындыға жақсы. Міне, сұраққа дұрыс жауап берді, миллион ұтып ал. Өткенде бір апайдың сабағына жасап берген едім. Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет құрылды. Қашан құрылды? Мына қате болып шықты. Вы проиграли дейді. Сіз жаңаға жеңгеніңізше, миллионға жеткеніңше, осылайынан дұрыс сұрақты тапсаңыз жетесіз. 5 қазан, 10 шілде екен, қайтадан жеңіліп қалдым. Осы оқушыларға сабақты қорытындылатын кезде тест есебінде берсеңіздер өте қызық болады, оқушылар қызығады.
Енді создать подробный упражнение. Мен осы тарихтың сұрағын қазақ тіліне аударғым келеді. Ол үшін создать подробное упражнение дегенді басамын. Миллион кімге бұйырады, мыналар осылай қала береді. Сұраққа дұрыс жауап бер де миллион ұтып ал деген тұра береді. Сұрағымды қоямын. Біріншіге дұрыс жауапты қоямын да, ана Word-та менде дайын болса, соны әкеп копировать етіп қоя берсеңіздер болады. Дұрыс жауабын бірінші вариантқа қоясыздар да, қалғанына қате жауаптарды қоясыздар. Міне, сомен қанша сұрақ жасағыңыз келеді, сонша сұрақты осылай жасай бересіздер да. Мен бұл жерде 6 сұрақ құрастырдым. Өйткені жаңағы 5000 теңге, 10.000 теңге деп бет-бет, мына жерде сол 6 сұраққа келгенде миллион ұтады. Сол үшін 6-ауын ғана жасадым. Жарайсың, сен миллионер атандың деген, міне, кері байланыс, оқушыға соңында егер миллионға жетсе, осындай кері байланыс шығады. Енді залдан көмек, 50-50, қоңырау шалу деген жаңағы миллион кімге бұйырады да бар еді ғой, осында арасында пайдалансаңыз болады. Міне, завершить и показать дегенді басамыз. Өзгертіп болғаннан кейін сіз өзгертіп шықтыңыз жаттығуыңызды. Яғни сіз орыс тілден де, басқа пәннен де бір жаттығу ұнап қалса, соны осылайынан өзгертіп алсаңыз болады. Мына кішкене не алып тұр, жай айналып тұр. Міне, сохранить упражнение деп басасыздар, сонда сіздердің нелеріңіз, жасаған жаттығуыңыз сақталады. Міне. Осылайна сақталады. Оны жаңағы сілтемесін осы жерден аласыздар, копировать етіп, соны оқушыға жібере бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне, моя вещь деген жерде менің жаттығулардың түрлері тұр. Мысалы, үстеу дейді. Үстеу түрлерін анықта. Тез дейді, мына былайынан апарып қоя бересіздер. Мөлшер үстеу. Ақырын. Осылайынан. Бүгін мезгіл деп былайынан тексереміз. Мына екеуі қате, мынауымыз дұрыс болды. Осылайынан қате болса қызыл, дұрыс болса осылай жасыл болып шығады. Мына түрлері өте көп, тәуелсіз мемлекет. Мына жерде кроссворд түрінде берілген. Құнанбаевтың шығармалары бойынша сөз жұмбақты шеш. Мына аңшылық туралы өлеңі. Так. Қате жазып қойдым мына жерде. Қансонарда деген сияқты осылайынан оқушылар жазып шығады. Осылайынан әрқайсысын өстіп жазып шығасыздар. Сонымен соңында напитишкамен тексеріп отырасыздар. Бұл сайт бізге түсінікті болды деп ойлаймын. Міне, өте жақсы сайт. Все упражнения дегенді басасыздар. Жаңағы өзіңіздің пәніңізді таңдайсыз, барлық пән бар. Қазақ тілі болатын болса, другие языки деп, қазақский языкты таңдайсыз. Жасап көріңіздер. Жаттығулар түрі өте көп енді. Біз қазір 5-ші сыныпта септіктерді, күрделі сөздер бойынша жаттығулар жасадық. Оқушылар енді қызығып орындап жатыр. Так, енді біздің келесі сайтымыз ол WordAll деп аталады. WordAll деп аталады. Міне, WordAll. Бұл сайтта мен енді бір минусы бұл сайтта 5 рет жаттығу жасағаннан кейін сіздің лимитіңіз бітеді. Ақылы вариант сұрайды. Сондықтан мен айналып келіп, міне, өзімнің жаңағы 5 жаттығуымда не қылам ғой, өзгерте берем. Сіздер жаңағы Google аккаунт арқылы тіркеліп аласыздар. Тіркелгенде міне, сәйкестендіру, случайные карты, викторина, бірнеше жаттығудың түрлері бар. Бұл сайттың ерекшелігі, сіз бір жаттығу жасасаңыз, оны осы бірнеше түрге түрлендіріп береді.
оқушылар да қызығып орындайды. Қазір осы Word ол да көбіне ұстаздар пайдаланып жүр. Енді вот дейін қазір. Сіздер өздеріңіз Google аккаунттармен не қыласыздар, тіркелесіздер. Мен Google аккаунтпен тіркелген, міне кіріп тұрмын. Осы жаттығулардан артық жұмыс істей алмай қалдым мен. Өйткені пайдаланып қойдым. Қазір, мысалы, сан есім мағыналық түрлері сәйкестендіріп бір жаттығу жасадым. Жинақтық сан есім осылайынан алып келіп қоя бересіздер. Бөлшектік сан есім, есептік сан есім 1.106.000 деймін. Реттік сан есім. Так, 12-лерде болжалдық. 6-шы сынып 1-ші мамыр. Топтау сан есімде осылайынан отправить ответы деген басасыздар. Осылай шығады. Оқушылар орындайды. Енді осы бір жаттығуымызды біз өзгерте аламыз. Міне, мына жерде показать все деп тұр. Найти пару дегенге. Яғни бір жаттығуды түрлендіре аламыз бірнеше түрге. Бұл Word-олда мен көбіне пайдаланатын случайное колесо деген, ол жерге оқушылардың атын жазамын, болмаса сұрақтарды жазамын. Үй тапсырмасын сұрауға пайдаланамын көбіне. Жаңағы колесо айналып келеді, бір сұраққа келіп тоқтайды, сонымен оқушы соған жауап береді. Мысалы, найди пару деген. Есептік сан есім. Міне, осылайын, қате болса осылайын. Бөлшектік сан есім. Міне, осылайынан шығады. Енді викторина. Яғни, қалай әр түрге ауыстыруға болады, соны сіздерге көрсетіп жатырмын. Бөлшектік сан есімді тап деген сияқты. Міне, показать все. Осы бір жаттығуымызды біз бірнеше түрге айналдыра аламыз. Міне, случайное колесо дегенге бассақ. Біздің бағанағы көрсеткен бірінші сайтым бар ғой, рандом деген, соған ұқсайды. Міне. Топтау сан есім дегеніміз не деп сұрақ қойсақ болады балалардан. Енді бұны біз топтау сан есімге жауап беріп қойды ғой, устранить деп алып тастап, ары қарай сұрай берсек болады. Болмаса оқушылардың аты жөнінде жазып қойсақ болады. Бір оқушыдан сұрап. Рандомға келеді, бірінші көрсеткен. Міне, бөлшек сан есім деген не деп сұрасақ болады. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, түрі өте көп. Осылардың барлығына айналдыра бересіздер. Мысалы, погоня в лабиринт деген қойып көрейік. Бұл Word-олда тест құрастырсаңыздар да болады. Айналып жатыр. Бұл көбіне, погоня в лабиринт дегендерге бастауыштың, одан кейін бір 5-6 сыныптың оқушыларына қызығырақ болады. Интерактивті тақтада орындаса, ерекше болады. Ұзағырақ айналып тұр. Сіздер сабақтан кейін жаңа Class.net сайтында жұмыс жасап көріңіздер, тіркеліңіздер, Learning Hubsқа тіркеліңіздер, және осы Word-олға тіркеліп, әр сайттан бір-бір жұмыс жасап жіберіңіздер. Және кешегіде Sync бойынша да жұмыс жасап жіберіңіздер. Уақытында жасамасаңыздар, ертең қайсына қараңыз білмей қаласыз. Қалып кете береді сабақтар солай. Ұзақ айналып кетті ғой. Так, бұлай тест күйінде жасасаңыздар да болады. Мысалы, ол кітап оқыды деген сияқты.
Элексептіңдегі сөзі тап деген сияқты міне. Осылайынан да пайдаланып бұл тестті де бірінші сұрағын дұрыс қыласыздар да, қалған екеуін қатеге жазасыздар. Одан кейін міне осының барлығына қайтадан айналдыра бересіздер міне. Так. Көрсетіп жіберейін. Погоня в лабиринт дегенді көрсетейін десем, ұзақ айналып жатыр. Енді өздеріңіз оны көре бересіздер. Міне. Осылайынан жаттығу жасап көріңіздер. Создать занятие дегенді басасыздар ғой. Тіркеліп алған кезде создать занятие дегенді басасыздар. Міне менде вы использовали 5 из ваших 5 ресурсов деп тұр. Мен қолдана алмаймын. Сіздер қолдана беріңіздер. Міне бір нені сәйкестендіруді сопоставить деген жасасаңыздар болды, мынаны бәріне айналдыра бересіздер. Өз айналдырып береді. Сол үшін бір түрін жасап түрлендіре беріңіздер. Мен бүйтем мысалы. Мына өзгерту керек болса, осы біреуін өшіріп тастайында қайтадан осы төртеуін айналдырып кеп төртеуін пайдаланып жатырмын ғой. Өйткені жаңадан жасай алмаймын. Тегін несін версиясын пайдаланып болдым мен. Міне. Өткенде бір қызық болды. Музыкадан беретін сабақ жасап бердім бір апайыма. Сөйттімді артынша тарихтан сабақ жасап бердім. Сонымен ертесіне музыкадан сабақ беретін апайым айтады, мен сабақ өтейін деп тұрмын, менде тарихтың сұрағы шығып тұр дейді. Қайта дер кезінде сұрақтарын қайтып жасап үлгердік. Міне, осылайынан жасап аласыздар да сұрақты қойып. Бұны үй тапсырмасына қолданамын мен көбіне. Міне случайное колесо дегенге айналдырып жібересіздер. Бұл үй тапсырмасының сұрағынға өте бір ерекше жақсы шығатын. Осылайынан. Осылай пайдалана бересіздер. Біздің уақытымыз жақындап қалды. Енді сіздермен бір кері байланыс жасап жіберейік. Маған осы не бойынша, сайттар бойынша сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Кешегі не бойынша жұмыс жасағандарыңыз, жұмыс жасай алмағандарыңыз, қай жерді түсінбедіңіздер, кері байланыс беріп жүрсеңіздер, микрофондарыңызды қосып, кері байланыс беріп жүріңіздер. Түсінбеген тұстарыңыз болса, мен не алып жүрейін, түсіндіріп жүрейін. Қайырлы кеш, Гүлнұр апай. Мен сенімнен перизатпын ғой. Мен бұны Wordпалды жақсы білем. Қолым тимей жатыр. Менің қатты үйренгенім самплинг ба, қандай сэмплинг ба. Ол сонымен жұмыс жасай алмадым, себебі бізден аттестация болайын деп жатыр да. Соны 8 сабақ түсіріңдер деп бүгін көп мұғалімге андай презентациясын жасап бердім, Wordпалмен жаңа сабақтар жасап бердім да, сонымен қолым тимей жатыр бүгін. Енді ертең демалыс қой, Құдай қаласа ертең істеймін. Иә, айттым ғой, сол сэмплинг деген өте керемет негізі. Көп нәрсе жасауға болады. Оны міндетті түрде үйреніп алыңыздар. Word деген оңай ғой. Бұл да күшті программа ғой. Бұл да күшті программа. Партнеріне жазылғым келіп тұр осының. Енді мен жұмыс істей алмай қалдым, мен 5-еуіне дейін ғана екен рұқсат. Платныйына жазылу керек болып тұрсың. Ленин капсы пайдаланып жүрміз ба? Ленин капсы. Вот соны да білмеймін, қазір соны ашып жатыр мен. Ленин капсы не? Ода ақылы вариант жоқ, ол тегін, ол жер тіпті керемет енді Ленин капсы. Менде ол алдында барды негізі, оның алдынан. Жақсы жұмыс жасай алмадым мен сонымен. Ленин капсыда дайын ғой жаттығулардың барлығы. Неше түрлі жаттығулар бар бұл жерде. Барлық пәннен бар бұл жерде ше. Қайта біздің қазақ тілден аз, басқа пәндерден несі жаттығулары керемет енді. Бұның ерекшелігі. Менің жазып алғаным дұрыс емес сайт шығар. Сіздер кіре алмадым да дұрыс. Мектептеріңіздегі мұғалімдерге де айтсаңыздар болады. Міне дайын тұр ғой жаттығулар. Біз айтатын едік қой, қандай әдісті пайдаланамыз, қандай жаттығуды жасаймыз, қолмен көрнекілік жасап жататынбыз. Ал мына жерде барлығы дайын тұр. Иә. Былай кете бересіздер. Word қанша неге кірсе дайын тұр ғой сабақтардың бәрі.
дайын тұр мына жерде, міне. Тестінде тұр, фразеологизмдер тап дейді, міне. Соны апайларға көрсетсем қалай оңай, соны біз білмегенбіз деп мындай. Міне аңыз әңгімелердің түрлері, Әл-Фараби, қазақ тілден викториналар. Енді көп енді тұр, кете береді мынау. Асықпай ашып қараңыздар. Міне, әдебиеттен де бар, неден де бар. Қазақ тілде мынау да қызық балалар, бәйге деген ойында өте қызық балалар, қызығып орындайды. Тест, интерактивный заданиелер. Одан же Класс.net деген сайтта жақсы. Сол бәйге ше, қайсыда? Ленинкапста ма? Ленинкапста міне бәйге. Фразеологизмдердің мағынасын табыңыз дейді, мысалы, қазір шығады. 10 сұраққа дайындасаңыз болады, әр сұрақты. Міне, тонның ішкі бауындай. Міне, десек, міне. Қате, тонның ішкі бауындай деген. Ары қарай. Міне, біз біріне жеңіліп келе жаттың. Тасбауыр, мейірімсіз, мысалы. Әр сұрақ не қанса, міне 10 сұрақ бар. Осылайынан неғып отырады. Балалар қызыға орындайды. Еті тірі, пысық деген сияқты. Мен осыны үйренгім келіп жатыр. Міне. Көрдіңіз ба? Келе жатыр. Бұны енді сіз бетесіз. Создать подробное упражнение дейсіз, да? Создать подробное упражнение дейсіз, да? Сіз өзіңіз басқа сұрақ қорғыңыз келетін шығар, мысалы, сіз қазір не өтіп жатсыз? Осының главный экранына қойыңызшы, главный бетіне. Мынаның ба? Менде онда дұрыс не жазылмаған, менде басқа сайт кетіп. Міне, мынаны бәрін өзіңіз жасап аласыз да, міне. Жаңа не дейсіз ғой? Завершите, показать дегенді бассаңыздар, болды, өзгертіп аласыздар. Қазір главный бетіне қойын. Мынау ғой, міне, Ленинкапс. Онда бұл емес менде. Ленинкапс деген қазір сайттарды жіберем сіздерге. Міне, осылай тұрады бірінші беті. Сіз жібересіңізші, менде зеленый бір сайтта несі? Жоқ, оны қате болған. Бұл өте оңай болған.